Біз Іле ауданында кәріз қалдықтарын төгетін жерде тұрмыз. Өте өкінішті. Ескі технологиямен қалып қалған қаладағы түгел нәрестердің бәрі осы жерге құбырларға түседі екенде, анандай кебе дегенде кеткен екен, оны қазып, соны өңдейді екен солай. Айналадағы түгел ауылдарға өте жағымсыз иіс осы жерден барады екен. Соны бүгін партиямыздың Азаматхан Аментаев осы жердің жұмыскерлермен кездесу өткізуде. Қандай бюджет болады, жаңа технология келеміз ба, келмейміз ба, сол мәселелерді шешіп жатқан. Сол мәселелерді интервью етіп жатырмыз. Біраз команда жиналған. Бізде халықтың искеген исін искемейсіздер сіздер. Осы жерде бір ай келе, бір жылда екінде тұрып көрсетті. Қалай болады екен? Күнде 4 рет сасиды, 4 рет. Жоқ, енді қарап тұрмыз. Өзі біздікі әдет болып қалды. Түн ішінде 2:48-де тұрамыз обязательно. Өзі оянып кетеміз. Терезені ашып жабу үшін бүйтіп. Одан кейін кішкене жатамыз, тағы да өзі уақыт білеміз, 3-1 деме. Терезені ашып жабу үшін тұрамыз. Бұл не сұмдық бұл? Мен осы Нұрғиса Тілендиевтің тұрғынымын. Атым Қанат. Бұл сасық осы жерге көшіп келгелі уже мен 5-6 жылдың бұрын болып қалды. Осы не ғой? Сасық болғанда енді бұл қолқаны қабатын сасық қой. Же түнде ұйықтай алмайсың, же күндіз далаға шыға алмайсың. Қаяққа шағымдандыңыз, не істедіңіз? Бұл шағымданғанда міне осындай жиналыстар уже осы кісілер, осы келген кісілер уже 4 жыл болды келді жыл сайын осы проблеманы айтып жатырмыз. Ешқандай бір нәтиже жоқ. Тек айтып жатсыздар, міне. Сөз ғана. Сол. Бүгін де келдік, міне мынау. Білмеймін. Бүгінгі отырыстан кейін өзгеріс болады деп сенесіз ба? Мен сенбеймін. Көрейік, уақыт. Енді уақыт, не дейді көреміз енді, қолдаймыз енді тағы. Бірақ менің сенімім жоқ. Жақсы, рахмет. Көрейік. Бүткіл қапта, бүткіл маз. Неге өйткені онкологиямыз жұқпалы болса жазылатын жолы болу керек еді оның. Өйткені мен келмес едім. Міне естігеннен кейін келіп отырмын. Күнде неге біз түнде бүйтіп аңдып жатуымыз керек. Сасық иіс келді дейміз, терезені жабамыз. Бүткіл халық оны айтып жатыр. Мен сол ашынып деп отырмыз. Жарайды ол, жарайды. Сасық ол терезені аша алмайсың. Сосын су менен мынау свет. Су постоянно светушкасы. Су ішеді, светушкасы. Су ішеді, светушка обязательно су болмайды. Неге су ішкен кезде светтен бөлек болу керек қой, трансформатор болу керек қой. Свет өшпес үшін біз қазір мына ағаштардың кебіне байланысты сасып жатыр, су жоқ, свет жоқ, ана жолы сасып кетті. Не есік аша алмайсың, масқара ғой мынау деген. Қай ауыл? Нұрғиса Тілендиев, мен Алтай көшесінде тұрамын. Көптен бері басталды ма бұл мәселе? Светпен су уже көптен бері, мен көшіп келгеніне 2 жыл болды. До сих пор солай. Су жазда обязательно су ішеді. Постоянно су. Әкімшілікке айттыңыздар ма бұның алдында? Су ішсе, свет өшеді. Неге сіздер қолға алмайсыздар? Свет өшкен кезде судан өшпейтіндей жағдайда болу керек қой. Әкім мырза, ко мне очень часто пишут, обращаются на Шелекемердің тұрғындары осы мәселе бойынша өзіңіз бір ответ айтсаңыз, чтобы тұрғындарды көретіндей. Біз енді мен сізге айтайын, қазір су мәселесі светке байланысты деп тұр ғой. Ол рас. Ол бүткіл қазір электролинияны тазалау жұмыстары жүріп жатыр. Ол ағаштар өсіп кеткен, бүгін ол соларды тазаладық. Содан кейін Санитарная чистка. Санитарная обрезка идет. Обрезка. На данный момент. Мы в прошлом году на 800 миллионов провели водоснабжение на эту новостройку. Сейчас идет опрессовка данной водоснабжения. После опрессовки только мы комфортно и всем дадим. Енді ол после деген қашан болады? Отырған халық қиналып жатқан, тем более жаз. Көп жерлер сусыз отырған осыған дейін. Құдайға шүкір биыл су келді.
Енді қазір соның опрессовкасын қабылдап алмай, мен бұл кісілердің бәріне су обеспечить етіп бере алмаймын. Олар маған өткізіп беру керек. Ертең жыртылып жатса не істейміз оны? Әкім мырза, былтыр судың сапасы жақсы болған. Жақсарады. Новый труба, новый линия. Қазірше ағзасы сүт сияқты. Новый линия. Новый линия. Ол тазарады. Дәмі де бұзар. Түсіндім. Опрессовка жасап жатыр дейді, күтейік, бір не жерінен болады, топырақ түсіп қалай? кетеді, бір жерінен бірдеңе болып жатыр. Кішкене шыдамдық Жарайды, танытсаңыздар. су өшкенін тоқтатыңыздар. Жаз бойы невозможно сөздің шыны керек. Біз Свет қазір бол, даланы ашайын десе АЖК-ның бар ғой, сасық. АЖК-ның бәрін уведомлениесін ағашты толық кестіріп өзімізде көмектесіп жатыр. Сол ағаш тигеннен замыкание болып жатыр екен. Қар үйдің қай жеріне ағаш не? Соны да. Линия байсерке деген бізге. Орманның ішімен. Міне әлем сасып жатыр. Біздің келатқанымызды көріп, міне есікті құлтап қойды. Міне іште жұмыс істеп жатыр, міне. Енді айқай шу шығарған, міне келеді. Біздің үйіміздің түбінде міне сасық әлем. Міне қазақ жерінде міне өзіміздің қара. Қалай тұрғандарын біз адам құрлы көріп тұрған жоқ. Міне сасып тұр мына жер, невозможно, міне. Осының бәрі ауру табады. Ертең бала шағамыз, міне. Давайте закройте. Станция, бізді ар жақтан түсіріп жатыр, міне. Міне ар жақтан түсіріп жатыр. Міне. Понял. Завтра я вам отвечаю, хорошо? Еркекше. Вот, здесь воняет, мы не можем дышать, здесь беременные ходим. Откройте. Нет, сейчас полицию вызову я. Давай, открой. Сейчас полицию вызову тогда. Открой. Мана, воняет здесь. Не. Нет места, давай. Мана, воняет здесь, вот не пускай у нас. Мы здесь рядом живем, мана. Что такое? Дышать невозможно, даже маску надели, не помогает маска. Окей, хорошо. Хорошо. Там все справятся делать, не знаем, что делать. Воняет ужас. У нас даже здоровья нет сейчас. Здоровья нет. Вот. Не. Sorry, I'm sorry. Конечно. Вот. Не трогай меня. Sorry. Не sorry, давай, открой. Вот, плюс қашып баратыр. Ау, несі. Міне, убегает от нас. Міне, итеріп кіргізбей жатыр. Міне, қашып тұр. Бастықсы маған кіріп кетті, міне. Вот. Воняет, ужас, дышать невозможно здесь. Маска едік, оның өзі көмектеспейді. Міне не жұмыс жасап жатқанын білмейміз. Міне қарындарын қампиып қазақ жерінде міне спокойно тұр. Ужас, сасық. Невозможно, мы же дышать не можем. Вот решим дейді. Ну өтірік уже қанша рет айтып тұр. Ана жақ түсіруге, мына жерге жақын кетеді. Сейчас полицию вызову. Я сейчас не трогай меня, я сейчас полицию вызову. Дышать невозможно, еще мы беременные ходим, дышать невозможно. Шақырасамыз қаладан. Вот дышать невозможно, воняет. Мына. Сейчас я полицию тоже возьму, аким тоже все я вызову здесь. Надоели, мына. Фу, ужас, воняет, мына. Халық көріп, мусор. Подожди, мына. Дышать невозможно. Полиция сейчас я отправлю вам. Акимат Кайрат Турлубек, посмотри. Если ты не решишь этот вопрос, я восстановлю это электронно отправлю. Все, решим. Все, не переживай это.